Узбеки, вы что творите, а? Ағайын, бұл ешқандай да провокационный видео емес. Мен действительно өзбекстандық ағайындарға бір таң қалып тұрмын. Бұл жерде айтайын деген нәрсе, скоро Өзбекстан Қытайдан озып кетсе, өндіріс жағынан лично мен таң қалмаймын. Себебі мына шедеврлерді қараңыздар. Мынау Өзбекстанда шығарылып жатқан аяқ киімдер летний. Мынау кәдімгі Қытайдың фабричный, качественный деген аяқ киімнен сапасы кем емес, артық болмаса, жігіттер. Бұл жерде тілге тиек ететін нәрсе ол бағада болып тұр, жігіттер. 14.500 теңгеден біздегі сатылым бағасы. Бұл аяқ киімдер уже қанша жан-жаққа экспортталып жатыр. Енді ойлай беріңіз, Өзбекстан ішінде өздерінде қанша теңге тұрады. Енді бұл жерде сұрақ қойғым келіп тұр, біздің отандық өндіріске осындай аяқ киім тігетін. Неге біз осындай сапалы аяқ киімдерді арзан бағада шығармаймыз? Сұрақ сіздерге. Біздікі неге қымбат болып кете береді бір нәрсе шығарсақ? Просто өзіміз арзанғы тіксек осы аяқ киімдерді сырттан тасып әуре болмайтын едік та. Bu kim edi bu? Bu kim bu? Kaçkan hocayını mı bu? Yeah, I know. Peki teslim olmayımız, Xudoga şükür kılamiz. Kontroli? Shopar hamma yaxshi bo'ladimi? Eson o'yimizni yetib olamiz. Albatta, qo'rqmanglar. Hammasi meni nazoratim. Mol Damas ne болып кетті? Хит болып кетті Damas. Өзбекстаннан шыққан, Мына, бұл өткенде мен тартпадым біле, жанақ. Көрдіңіз бе? Өткенде мен тартып шығардым біле, мына. Құдды шул Damas келді бізге қонаққа. Өтті! Қаншаға? Миллионға? Машалла, жарашыптыр ака, мұн қараңшы. Тифани, жігіттер бұл Damas бар ғой. Өзбекстанда жалғыз ғана бір өштік екен да, Тифани қарасыңар. Просто так кинода бұл Damas деген аты менен, бірақ өзгөчілігі бар да, мұн қарағылы. Aka, О, shu joyga padarka bor. Машалла, не подарка өкем? Машалла, белеги менен чыгып тур. Qaysi beleging? Көрөлүм. Болот да азыр бул. Бар жыбыз көрөбүз. Кана? Pichoq beringlar. Бычак бергиле, бычагы. Жажгалка бычак бу боло берет. Yo'lda. Белеги алып чыгып тур досум Өзбекстандан. Кана? Padarkasini qo'lda kelay. Подарка не экен подарка? Машалла. Кол чабуулар болсун мол. Мон карагылы. Ушунда бул Damas менен баханы жейт экенбиз да. Машалла, мон кара. Maşallah. Өзүң соясыңбы? Бакшыны жейин дегендер кегиле мон карагылы. Машалла. O'zga saat. Саат. Алла разы болсун мына. Дайым биримдикте болойлар тугандар. Өзбекстан, Кыргызстан, Казакстан бардыгыбыз бир туганбыз. Мына иншалла мына тугандарды чакырдык эле мына келиптир атайын Өзбекстан. Мон карагылачы. Торт ушунда. Kichkina bo'lsa ko'p o'rnida ko'p. Болду, бул биз үчүн өтө мында сыйлуу нерсе. Мон карагылы. Өзбекстандын флагы жана Кыргызстандын флагы. Алла разы болсун. Иншалла. Aka, shu tarbiyada ikkita do'p turadi, o'shani bering. Дамирди чакыргыла. Дамирди чакыргыла. Дамкени чакыргыла, Дамкени. Дамир. Damke dostum, aqtasın. Кыкыр үргүлө да Дамирден. Damlar. Машалла. Kichiga Bahakamga, kattasi Топ алып чыгыштыр тугандар, эми не только комментарий жазбагыла. Биз бардыгыбыз бир туганбыз, Барар жерибиз бир. Калимабыз бир. Ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах. Өзбек кыргыз бардыгыбыз бир туганбыз, Иншалла азыр биз калпак кийгизебиз, досум. Мон калпакты жаңы мон айштан берген. Мон не карма, досум. Мону кийгиз. Кана, бисмилля. Bismillah. Кол чабуулар болсун, жигиттер. Машалла, мына. Özbekistan tubandı. kichkina do'pimiz bor. Мына. Damke! Mana endi keldi bizi bir tuganlar O'zbekistondan. Dostum, bitta silab qo'y, anjin san sizga. İlahi amin de. Adam yetti, balo yetmesin. Allah razı olsun. Daim eki ulutun unutmağa bekem olsun. Amin. Kuday talam. Geç kaçan bir özge jamandık kassana oylar. Kapak koş baktın. Maşallah, tartatab dostum bunu. Allah talam bereke versin, ынтымақ bersin barınarga. Bu top Özbekistan'dan padarka oldu. Özbekistan'dan. Torttu görsen ha, bölükçe tortumen geldi. Allah'ım Uşun Kırgızstan'da kança ulut olsa Kuday vardı biri-birine bir tuğanday verimli yaşasın. Çalışmasın, talaşmasın, talaşkan o sıyı urmak olsun. Allah talam
Mına özüň aytasyn, sizlerdi uru ulut kılıp jarattım, biri-biriňerden birisi suraşsın dep. Bölüngen bizden emes de Paýgambar aleyhissalam aytgan. Eň tura. Oşon üçin bizdi bölüp jaram degen jelme uzakmaktara Hudaý taala iman hidayet bersin. Eň tura. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaban. Kellime öz bir adosum ha. Elhamdülillah. Bütele ulutmuz bundan. Özbek, Kırgız, Tacik dostum. Kazak buna tortlu gerçi dostum gel. Tort. Oo, sal koy, bekip koy. Mon qarasa? Ye. Maşallah bu tort mu bu? Tort bu. Sen nesinden ceysin? Ha? Ha. Ben mi? Oo. Ondaylı genç. Bu paketide koyun, lakını cep, berki jet koyun, bir. Oo, buna. Öte jakşı em o. Damazı qaragılaç maşallah. Buna. İnşallah. Allah razı olsun. Dostum. Türkiye'deki cuma namazının cemaati burada sadece bir öğlen namazı vaktinde görebilirsiniz. Çok fazla vaktinde kılmayı seviyorlar. Herkes camiye geliyor ve namazdan sonra okunan Kur'an tilavetini kimse terk etmiyor. Tilaveti dinliyorlar. Tilavet bittikten sonra da gitmiyorlar. Herkes uzunca dua ediyor. Böyle bir yapıları var. Özbek halkı gerçekten dinine çok bağlı. Ehli sünnet, Müslümanlığı layıkıyla benim gördüğüm kadarıyla yaşıyorlar. Sürekli taksileri kullanıyorum. Taksilerde kimi görürsem hep elinde zikirmatik, zikir çekiyorlar. Genel olarak yolda da görürsünüz insanların elinde hep zikirmatik var. Sürekli bir zikir halindeler. Bu yönden demografik olarak Müslümanlığı çok öne çıkıyor Özbek halkının. Так, я вижу узбекские красивые платья. Здрасте, салам. Здрасте. Меня Аркен зовут. Серьезно? Зовут? А, серьезно? Да, очень приятно. Меня... Ага. Вас как зовут? Камила. Камила, очень приятно. Я увидел вас. Класс. Да, родом из Казахстана. Очень приятно, да. Это ваша семья? Ага. Ну, вы знаете, да, чем я занимаюсь? Я фотограф. Вы знаете, я как только вижу красивые платья наши этнические, сразу подхожу, делаю пару кадров. Если вы не против, я вам сейчас пару фоток сделаю. Если займет буквально пару минут. Можно, да? Пойдемте. Камила, прислонитесь к этому, смотрим на меня. Вай-вай, как узбеки говорят, кустигмасан, да? Правильно? Ага. Куда хохласа, рил скоро выложу, да, вот так. Ага, супер. Ага, да, вот туда взгляд. Супер, да, вот так вот можно, ага, левой рукой, правой. А можно какое-то узбекское движение сделать здесь вот на дорожке? Машина остановится? Опа, супер, есть. И просто можно один портрет стоя. Молодец. И ручки вверх как-то сделайте, как получится, да? А, на меня случайно? Да, вот так, ага. И прокружиться вот так вот, прокружиться. Опа, опа. Ну и вот фотографии. Ага. Как классно. Как красиво. Атлас сочетается вообще, мне кажется. Атлас прекрасно, да. Мне вот вообще очень нравится. Ну все, спасибо, Камила. Ага, куда хохласа, контент классный получится. Esselamun aleyküm. Değerli babacan, ellerinden öpüyorum. Bak bize Dedecan Ürgüp'ten kirazları topladı, bize ikram etti. Dedecan selam ait tüm Özbekistan'a. Dedecan, kollarından öptüm ben seni. Dede, bir gep ait dede. Dedecan, bir gep ait, bir dua kıl, yiyemiz kirazları. Kolunuzu da koyun. Ha, yakşı rahmet dedecan. Bak dedemin kirazlarına bak. Ey maladis. Ha. Türkiye'ye selam. Allah razı olsun. Biz de Özbekistan'a cidiyem selamlarımızı gönderimiz. Kapat. Rossiyada ham Anjalilar anjanchasiga kiydirayotganda bitta prorab kelib turib qayerliksan dedi, Andijondanman desam, unda senga ish aytishim foydasi yo'q ekan dedi. Nimaga desam, Anjalilar bo'ldi aka, joni sog' bo'lsin, bo'ldi aka, joni sog' bo'lsin deb turib o'z bilganini qilar ekan dedi. Bizsiz senlar qiynalasanlar desam, yo'q edi dedi. Rost deb turib bir kun ishga chiqdik, ertasiga ishga chiqsak, prorablar hammasi Anjalilar keldi, Boburiylar keldi deb kutib olyapti. Bo'lmaslar Anjalilar podpiskani ayamaymiz. Boshqa viloyatdagilar like tayamaymiz. Kommentariyaga keyingi videolarimiz qaysi viloyatliklar haqida bo'lishini yozib ketinglar. Cho tam родной 10 ming tengani Toshkentga bir kunga kelib qanday fontan ko'rgan o'lim ba. Evet
Evet arkadaşlar şu anda Özbekistan Cizak'tayız. Karın altında mangal yapıyoruz. Bakın kollarım bile açık. Hodri meydan diyorum. Benden güzel şaşlık, kanat, ızgara yapacak varsa hepinizi davet ediyorum. Yarışmasanız da önemli değil. Gelin beraber yiyelim. Hammanızı mihman çağıraman. Oldu mu? Kapat. Assalamu alaikum қазақ елі, не деген дорожка қараңыздаршы, иә? Бетоннан жасап қойған бәрін. Мына машине тұратын, грузовойлар тұратын территорияны қараңыздар. Не деген бетон мынау, не деген бетон міне. 40-50 сантиметрлік бетон осындай. 100-150 тоннаны ашейін көтеретін бетон ғой мынау. Территорияның барлығын осындай бетонмен қаптаған. Біз Яллама таможный терминалында тұрмыз. Міне үлкен территория, өз жерде барлық грузовойлар тұр. Пожалуйста, бәрін бетонмен, машина жүретін жердің бәрін бетонмен қаптаған. Керемет па? Керемет жігіттер, иә? Біз деген артта қалып баратырмыз жігіттер. Қазақстан болып. Біздің осындай терминалдар, СВХ-ларды көрсеңіздер, шаң, тозаң болып жатыр. Мына жерде міне туалет бар. Туалеттің өзі тегін жігіттер, тегін. Міне, ішінің бәрі таптаза. Бәрі адамдар үшін жасалынған дүние. Міне, қараңыздаршы, бетон. Мінерде мынандай электронный очередіңді қарап тұра бересің міне. Табло бар, міне мінерде көрсетіп тұр. 506 машина өтіп жатыр. Біздікі 643. Осын тосып, үстіп жүре бересің. Аяғың батпақ болмайды, шаң болмайды. Ана жақта терминал бар, ар жағында тамақ істейтін жер бар. Тамағыңды ішіп жүре бересің міне. Қандай керемет, е? Міне. Осылай жасау керек деп ойлаймын міне. Өзбекстаннан қалып кеттік біз бір 20 жылға қалып кеттік жігіттер. Мынау ят болды енді. Шын айтам бар ғой, мынаны көріп қатты ұялдым мен, өзіміздің Қазақстаннан ұялдым. Осы біздің жерлермен Өзбекстанның да машиналары жүреді ғой, күлетін шығар бізге осы. Мынаны қараңыздаршы деп. Ал енді мынаған не айтасыздар енді? Бетонның состояниясын көрдіңіздер міне. Үлкен территория мына, не деген қаптап тастаған территорияның бәрін бетонмен. Жігіттер, артта қалдық жігіттер, ятай. Қазақ елі ятай. Енді айтсам өзім де қазақпын, өзім де Қазақстанда тұрамын. Енді ят мынау енді. Шын айтам бар ғой. Біздің өзіміздің міне Қытайдың өзінің шыққан кезде, Қазақстанға кірген кезде білесіздер я, СВХ-сы қандай екенін. Жаңбыр жауса батпақ болады, құрғақ күн ыстық болса шаң тозаң болады. Міне үстіп жүруге болады ғой, үстіп жасап қоюға болады ғой. Неге осылай жасамасқа? Ятай болды. Туалет тегін жігіттер, туалет тегін. Бізде железно осыны бар ғой, платный жасақ қояды бар ғой, 100 теңге, 200 теңге деп. Қазақстанда, Қытайдан өткен кезде қазақтың несінде 200 теңге туалет деген бағасы. Ал енді не айтасыздар енді осы видеоға? Алдында мен айтып едім, жолын салып едім, осындай бетон жолын. Ой, өтірік дедіңіздер. Ал енді не дейсіздер енді? It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip a party like it's your birthday. And you know we don't give up. It's not your birthday.